Енді құрметті көрермен, біз эфирімізді бастайық, және де біз сондықтан да көңіл күйімізді түсірмейміз, себебі сіздерді таңдап келген жан бар, және де біз шымылдықты жабамыз. Үміткердің таңдауы Бекзат дейді, Айжан дейді, Гаухар ханым дейді, Сандуғаш дейді, Лаура деп жатыр. Үміткері жоқ жандар көп сияқты. Енді жаңа үміткердің таңдауы Абылайхан. Абылайхан, қалыңыз қалай, жақсы ма? Жақсы. Ризасыз ба? Риза болғанда қалай енді, кеше ғана үміткер жіберіп, енді күтпедім. Бірақ қуаныштым, таңдап келгеніне. Сізді таңдап келіпті. Бірақ сізге қарасам, бір риза емес сияқтысыз. Бір көңіл күйіңіз түсіп, неге келді деген сияқты оймен шыққан сияқтысыз. Жоқ, негізі таң қалып қалдым просто. Өзім де айтып отыр едім, маған келген сияқты деп ше. Неге? Білмеймін, бір сондай сезім болды. Содан кейін. Өткен жолда солай айтып едіңіз. Сезетім бар болып тұрға. Жақсы, дайынсыз ба қарсы алуға? Әрине дайын. Бірақ шарт бар, көңіл күймен, қошеметпен қарсы алу керек. Біз үміткерді. Жақсы. Толық тұрым кішкене просто. Ендеше шақырайық, Абылайханның жаңа үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Қош көрдік. Ал өзіңізбен танысайық, Абылайхан, сіз жайғасыңыз. Ал танысайық, есіміңіз? Есімім Асия. Асия. Алматы қаласында. Ал неге Абылайханды таңдадыңыз? Сырт келбеті ұнады. Абылай толықтай қарап шыққан жоқпын. Ал жалпы бұрынғы қарым-қатынасы дегендей, қызығушылығы дегендей білмейсіз бе? Кеше эфирді қарағам, Ақерке деген қызға қосып жатқан еді ғой, бірақ мен өйтіп қатты мән берген жоқпын. Ақмаралмен таныстық аяқталған болатын кеше. Енді сұрақтарыңызды қойыңыз. Бүгін бір дайындалып келетін едім, бұны білген кезімде. Әшейін келе сөйледім, свободный форуммен. Асия деді, иә? Асия, қош келдіңіз. Рахмет, таңдап, батылдық танытып келіп отқаныңызға. Қай жердің тумасым дедіңіз? Алматы. Алматы, иә? 20-дасыз. Семьяда қанша ұстар? 2 інім бар. Мен туралы толық білесіз, иә? Мен өткен өмірім туралы. Білмеймін дейді. Негізі Жаңа ғана айтты. қатты қараған жоқпын. Просто сырт келбеті ұнаған соң келгем. Онда тұрған ештеңе жоқ. Енді кейбір ақпаратты біледі, кейбірін білмейді. Сізге жалпы ажырасқан баласы бар ер азаматтарға қалай қарайсыз? Білмеймін, может, оны сөйлесіп көреміз? Уақыт өте келе. Бірақ білесіз ғой, иә, Абылайханның қызы бар, иә? Қызы бар. Иә. Бұрын отбасылы болды, ажырасты. Оған көзқарасыңыз Нормально. қалыпты. Қалыпты. Нормально дейсіз ба? Так. Сіздер сұрақ... Жақсы, қатысушылар. Жанболат. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Есімі Асия дедіңіз бе? Иә. Иә, бір Абылайға келіп отырғаныңыз білесіз ғой негізі нақты, иә? Білемін. Просто көшеден кетіп барады, по пути кіре салған сияқты болып отырсыз, танымайсыз. Қай жылғы екенін бәрін білесіз ба негізі? Естуіңіз бар ма, хабарыңыз бар ма? Иә. Просто айтып жатқан ма, бір қыз бар деген кезде таң қалып қалды да, ол туралы мына жерде қанша рет әңгіме болды. Бәлкім, о барлығын біліп, эфирді қарап отырып, Абылай туралы не әңгіме болады екен деп аңдып отырмаған шығар енді. Ең бастысы үміткері жоқ екен, келейін, сымбатты жігіт деген сияқты бір басты параметрлер бойынша келген шығар, Тимур. Саламатсыз болса ханым, қайырлы күн қазақ елі. Мен бұл жерде қош келдіңіз, Асия ханым. Абылайға таңғалып отырмын. Бұл жерге шыққанда да көңіл күйі болған жоқ. Шыққаннан кейін әңгімесі де анау, мен негізі дайындалмай келдім. Оның бір себептері бар ма, бір түсінбедік. Үміткер күтуге дайын емес адам сияқты. Мына сырттан келген үміткер просто келіп, просто кетіп қалатын сияқты да.
отырған отырысы да қызын өзін таныстырып жатыр, сөзіне мән беріп отқан жоқ, ойы мүлдем басқа адамда ма или басқа жақта ма, соны түсінбей отырмын. Абылайдан сұрайын деген ғой. Еш жерде емес ойым, осы жерде, фокусым осы жерде негізінде. Просто қобалжып тұрмын. Кішкене қобалжуым бар, өйткені кеше ғана үміткерімді жібергем, ол кісіде бір қимастық болды, сол нәрсе бір тиіп кетті да, содан кішкене енді күтпедім енді бүгін келетін. Айтпесе былай нормально барлығы. Өзім үйленем деп келіп отқан адамын, үміткерім келсе, жарасып атсам. Балауса ағам, негізі бар ғой, осы бірге тұратын жігіттерден біз қорқатын болдық негізі. Өйткені өздерінің ішіндегі нәрсені өздері айтып беріп отыр да енді. Мысалға, Абылай Тимамен сөйлесетін болса, ол өтірік айтпайды. Өйткені бірге тұрғаннан кейін сөйлеседі олар бәрі-бірде. Сондықтан Тиманың аузында Абылайдың шындығы бар деген сөз да ол. Тиманың өзі айтып тұр, сондықтан Абылайдың Ақеркеге деген бәрібір сезімі бар. Сондықтан жаңағыдай бағана шығып атқаны, көңілсіз шығып атқан барлығы Ақеркеге қатысы бар деп ойлаймыз біз. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма жоқ па, бірге білетін боламыз. Көрермен, жарнамадан оралдық және де өздеріңізге арналған сыйлықты айта кетейік. Бұл біздің Қосылайық брендосында керемет жамылғы жастық. Дәл осы бір жамылғы жастықты ұтып алу үшін эфир барысында көрсетілген 5 белгіні арнайы постың астына жазып қалдырасыздар. Алғашқы белгі бізде Бекзаттың қолында. Бекзат. Аллау. Баласаған бағана пікірім айтып кетейінші. Негізі бар ғой, бағана айтып жатқан шынымен орынды деп ойлаймын. Өйткені бірге тұратын адамдар бәрібірде бір-бірінің сырын білгеннен кейін, именно солар айтып жатқаннан кейін бәрібірде оның астында шындық бар деген сөз. Одан кейін енді сіздің жасыңыз қош келдіңіз, нешеде жасыңыз? 20-да. 20-да, иә? Мен түсінбейтінім енді Абылайдың тек түріне қарап келдім деп тұрсыз ғой сіз. Түсінбейтінім осындай бір өзі шал болған, 30 айып қалғандар не үшін таңдап келесіздер деп ойлаймын да мен. Арамызда одан басқа жас балалар көп, кішкене әдемі балалар бар, Абылайдан басқа деген сияқты ғой. Бәрібірде ол бір жағынан сіз бағана айтып жатсыз ғой, сіздің қызыңыз бар ма деп таңғалып жатсыз. Сондықтан бәрібірде сізге кішкене жасы өзіңізге сай келетін сондай жігітті қарау керек ау, бұндай шалдарды емес деп айтқым келеді. Баласқан, болма осы жерге қоса кетейінші, бірден кешіріміз, қайырлы күн, Баласқан қайырлы күн. Қош келдіңіз Әсе, өте әдемі жақсы дегіз. Негізі бұл жерде Бекзат 30-ға келдіңіз деп бір нетіп айтып жатыр ғой, түртпелік. Бұл жерде Бекзат өзін айтып жатыр да. Кеше ғана андай таныстығын бітіріп, енді білмеймін, Жанеркенің қасында жүріп, мен бүгін былай секірген қалай кетті досым. Енді қалай бәрі внимание бәрі әлде саған кете беру керек па? Енді әп-әдемі мысалға, әп-әдемі жақсы жігіт, кездесу десе кездесу жасайды, көлік десе көлігі бар, ақша десе ақшасы бар. Не керек басқа? Жоқ мысалға да? Мәселе көлік ақшада емес қой. Просто бағана айтып жатқан кезде жасы түрін біледі тек қана. Түріне ғана айтып отырмын ғой, сен негізі біліп келгенің дұрыс еді онда деп ішімде айтып отырмын. Дұрыс, түрі жаман ба не Бекзат? Әп-әдемі түрі де жақсы. Тоқта тақташ, ойбай не болды? жақсы тұру бұл қыздың сонда балық жетті. 30 деп едім, кәдімгідей шылдап кеткеніңше. Андай нәрсе ғой негізі, бағана айтып отыр ғой. Қызым бар негізі білесіз ба десе, қыз кішкене таңғалып қалып жатыр да, енді қызыңыз бар ма не деген сияқты тартынып қалып жатыр. Сондықтан айтып жатырмын, кішкене жас балалар келмедіңіз ба, біз сияқты деп айтып жатқаным ғой енді. Мен ойлаймын енді Баласқан, қызым бар деп айтып жатыр ғой. Негізі қызы қазір бірге емес қой, өзімен емес қой. Негізі бөлек танды. Ары қарай кім біледі енді. Жалпы енді сізге қош келдіңіз, тағы да сұрағым бар енді. Мында айтып жатырмыз ғой енді, Бекзатты айтып жатыр, Абылайды. Абылай негізі романтиктау жігіт негізі, сондай серуендер жақсы көрсетеді, көлігін көрсетеді, қыдыртады деген сияқты. Сіз енді өзіңіз қандай мысалға, қандай нелер ұнайды? Тауға барған ұнайды ма? Не ұнайды өзіңізге жалпы сондай? Бірінші кездесуде сол жайлы кішкене айта кетсеңіз дегендей. Енді мына жігітке сәл құлақ қағыс етейік. Сіздің жақсы көретін дүниелеріңіз. Тауға барған ұнайды, серуендеп жүріп қайтқан, күшті әңгімелесіп, бір-бірімізді жақсырақ тану үшін. Абылайхан, есіңізге сақтап алыңыз, тауға барған ұнайды деп жатыр. Кездесу ұйымдастыру үшін дегендей. Саламатсыз ба Баласаған, қайырлы күн, өте әдемі болып тұрсыз. Қайырлы күн қазақ елі. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Сізге бір кішігірім сұрағым бар. Енді бізде Абылай осы ортада отқан бір қамқор жігіттердің бірде бірегейі негізі. Осы жерде бір кейбір қыздар көңіл түссе, көңілінің түспеуін қалап жатады, кейбір қамқорлығын көрсетіп жатады. Сізде бір андай ойыңызда бір определенный качество бар ма? Мысалға, кейбір адамдар собственник болып келеді да, ондай нәрсеге қатты қарайды. Кейбір қыздар дұрыс қарайды деген сияқты. Сізде сондай бар ма? Егер басқа бір жандарға өзінің бір қамқорлығын жылаған кезде жанынан табылып жатса, сіз сондай дүниеге қарсы боласыз ба негізі? Жоқ, қарсы емеспін, істей берсін. Сіз ондай қатты қызғаншақ емессіз, негізі өміріңізде.
бұрын адам соңды жақсы көрсе қызғанбай ақ өзі тоқтатады ғой. Иә, түсінікті. Сіз өзіңіз бұрынғы ара қатынастарыңыз туралы кішігірім айта кетсеңіз, не себеп айырылыстыңыздар деген сияқты ғой? Бұрынғы ара қатынас менде на расстоянии болды. Ол Ақтөбе қаласынан, мен Алматыдан. Сондықтан Қашықтықта болды ара қатынастарыңыз. Бұлай өмірде кәдімгідей қыз жігіт болып жүрген жігіттеріңіз жоқ. Өмірде қыз жігіт болып жүрген жігітім жоқ. Просто былай сөйлестім, ұнамаған соң қойып кеттім. Түсінікті. Балауса ханым, Айжан. Балауса ханым, қайырлы күн, өте сұлу отырсыз. Мен әже Бекзаттың Сіз де ерекше болып отырсыз. Бекзаттың мнениесінде қалып кеттім да, енді жаңағыдай үндемей жүріп шынымен жаңа таныстығы тоқтап жайып алып бара жатыр да қыздарды. Мына жерде Жәнібек неге күйіп бара жатыр, өйткені Жәнібектің званиясын Бекзат алып кетті да, мына жерде Жанеркені қосып ше бірге. Негізі оның жанында жүрген ғой, Жәнібек Жанеркені содан сөйтіп күйіп жатыр да, мына жерде, что Бекзаттың жаңа балағын қысқартып сөйтіп жүрген. Сол жерде болып жатыр деп ойлаймын. Асия, қош келдіңіз. Қош көрдік. Мына жерде енді Ернардың пікіріне қосыла кетсем, өте жаңағыдай Абылай бізде ақ көңіл, бауырмалшылығы өте қатты болып кетеді кейде бар ғой. Қыздармен де қарым-қатынасы өте жақсы. Негізі жақсы жігіт таңдап келіп отырсыз, бірақ білмеймін, бір ашулы сияқтысыз ба, қолыңызды бүйтіп алып бір ұрсайын деп отырмын. Еркін отыра берсеңіз болады, негізі жақсы жігіт таңдап келіп отырсыз. Айта кететін болсам, шынымен қыздармен қарым-қатынасы соншалықты жақсы да, оның апарып тастауы мүмкін. Негізі бір артық ойы жоқ ол жігіттің, бірақ қыздармен қарым-қатынасы өте жақсы. Сіз соған алдағы уақытта қалай қарайсыз? Нормально, алып бара беріңіз. Вообще қызғанбайсыз ба? Просто келгенде сөйтіп айтып алады да, кейін сосын әңгіме көбейіп кетеді. Жоқ. Мен оған мән бермеймін деп жатыр қазір. Шерхан, жақсы көрген жігіт өзі-ақ жақсы көрген қызына бола, басқа қыздар апарып тастап, соны уайымдап сөйтіп жүреді ғой. Өте дұрыс айтасыз негізі. Мен бұл жерде негізі ешкім мән беріп жатқан жоқ, бір жұмбақтың жауабын таппай отырмын да. Абылаймен 24/7 бірге жүрген досы, жаңа кешеде бір ауыз айтып қалды, жаңа да бір ауыз айтып қалды да. Не айта алмай отырсың, Тимур, мысалы, сен не білесің Абылай жақтан? Ол енді жаңа, мен білем, ол не үшін дайын емес екенін, ол негізі сырым білем дегенде айтып қалдың ғой. Нақтылай айтсашы енді, басын бастап, аяғын аяқтамайтындарың не осы сендердің? Шерхан, мына жерде мен қалай көрдім Абылайды, солай ғана айтып отырмын мен. Ешқандай бір іштегі несін ондай емес. Мен сендер түсінбеймін. Бір үйде тұрасыңдар, бірге жүресіңдер, эфирда да біргесіңдер, өмірде де, үйде де біргесіңдер да. Барлығын білесіңдер сендер, екеулерің, үшеулерің бір-бірің араңда не әңгіме болатыннан сөйлесесіңдер ғой, енді доссыңдар ғой. Біле тұра, сен оның сыртынан әдейі жасамайсың. Лучше оның ойындағы сөзді айта сал. Шерхан, былай болсын да, бұл кісі де менен қорқу бір бәле емес қой, мысалы. Бұл кісі дәлелі болса көрсетеді. Болды ғой, онда ол не үшін айтып жатыр саған, сен дайын емессің. Не үшін қинаватсың оны, Тимур? Сен потому что дайын емессің, өзің түріңді өзің көріп отырсың ба? Үміткерге қалай қабылдап отқаныңды жалпы не әңгіме, не сұрақ қой. Қатысушылар қойып жатыр барлық сұрақты, сенің тарапыңнан емес, қатысушылардың қызығушылығы басым болып тұр. Түсініп отырсың ба сен? Менің эмоциямды бұл кісіні көргеннен кейін көрерсіңдер деп. Қазір мен просто аяқ асты болғаннан бір таңғалып қалдым өзім. Енді Абылай қара. Жоқ, Шерханға жауап бере салайыншы. Тимур жауап бере қойсын. Шерхан, мен жаңа сен де дәл осы менің пікірімді айтып отырсың. Мен де қалай көрдім, солай айтып отырмын. Мен негізі Абылайдың ішіне кіріп шыққан адам емеспін. Адам ішіндегін жасыратын болса, қасында адамға да айтпайды. Қойыншы, Тимур, сен білесің ғой дос ретінде. Абылайдың Ақеркеге сезімі бар ма? Менің просто өзімнің ойым, Абылайдың тарапынан айтпай-ақ қояйын, көз қарасына істеп жүрген іс-әрекеттеріне қарап, мен айта аламын, бар сезімі. Қандай іс-әрекет? Вот жанында жүрген досы осылай айтып тұрғаннан кейін басқа не күте аламыз деймін да. Мен бұл тұрғыда Ақеркені де түсінбеймін да, мысалшы қыз бала ретінде өтірік білдіртпей, мен оған үміт бермеймін, мен оған повод бермеймін дейді да, удочкасын лақтырып қойып, сыртта повод беріп жүре беретін қыздарды таңғаламын. Нұржанның қызыл кеңірет дек болып шыңғыратын жөні де бар негізі. Себебі сен бір үйде тұрып, қандай иттік тірлік істеп жүрсіңдер да, сыртта жүріп, эфирде жүрген бізде ақымақ болып жүрміз. Екеуің, может, күнді кешке кездесетін шығармыз, оны да біз білмейміз, мысалы. Енді ақ көңіл ғой, Тимур, айтып қойды енді, ренжіме бауырым. Шерхан, бұл ақ көңілдік емес, негізі бағана айтып тұрғаным сол ғой. Жай ғана Абылайдың ортаға шыққан қалаған әңгімесін жай ғана Тима айтып беріп тұр ғой негізі. Екеуі бірге тұрғаннан кейін Абылай қара, егер де басқа біреу айтса осы жердегі, ол әңгіме қалып кететін сол жерде ше. Ал бұл сыбайластық болып тұр ғой, түсініп тұрсың ба? Сен оған айтшы дедің немесе екеуің ақылдасыңдар ма білмеймін енді. Жоқ, Бекзат сендердің.
түсінбей отырмын, не ойлайсыңдар жалпы? Біз тікелей Жалғыз ойлаймыз. мен Тима, емес. сен просто өзің алып шыға алмай жатсың әңгімеңді. Жалғыз мен емес, бұл жерде басқа адамдар да өтірік нәрсе екенін беріп қойып жатыр бауырым. Сондықтан бір нәрсені сәл жоспарлайтын кезде ондайға адамды сендіре алу керек. Сен сендіру қасиетің аздау болып тұр, значит. Екеуіңнің араларында әңгіме болған, сол әңгімені сендер қазір алып шыға алмай жатсың. Мен айтайын да, мына жерде. Не болып кетті сендерде? Бұл жерде менен сұрасаңдаршы. Тимур қатысы не? Ой, сіз айтсаңыз бір шындықты айтатындай. Баласахан мен. Жаныңызда 24-те 7 жүрген жігіттің аузынан жаңағыдай сөздер шығып жатыр. Сезімі бар ғой дегенге келтіріп жатыр. Ақыры Шерхандар да байқап жүрген болып тұр ғой. Тимурдың сіз жайлы көп нәрсе білетінін. Күлгім келіп жатыр да Баласахан мына жерде. Мен отырып, мені мына жерде Күліп алсаңшы айтып жатыр да. Тимурды айтамын да, Тимур мына жерде отырып алып бір бәлені қышылып отыр. Тимур, мен сен бір андай Ақерке деген мен көрдім ба, сөйлестік па, звондастық па, видеомен сөйлестік па, жазыстық па, ешқандай ондай жоқ па бізде? Жоқ, Баласағаным, мен неге сүйініп айттым? Неге сүйініп айттым? Себебі қанша күннен бері белгісіз жаннан сыйлық келіп жатыр. Белгісіз жаннан сыйлық келіп жатыр. Ол кімнен? Кімнен сұрасаңыздар да жалғыз мен емес. Шекемде белгісіз жан деп жазылып тұрмай, Тима? Жоқ, енді мен саған промой қалып жатқан жоқпын. Просто адамның өзінің мнениесі болады да, ойы болады. Бұл нәрсе кімнен келеді? Бір күн емес, 2 күн емес келіп жатқан үміткері жоқ. Сіз өзіңіз сұрадыңыз ба? Абылайхан, сен жіберіп жүрген жоқсың ба? Өзінен сұрадым, бірақ айтпады ол. Әлде жоқ деп айтты ма? Жоқ деді да, бірақ бір іс-әрекеттеріне қарап, сондай бір түйіндеме келеді да адамға бір. Тима, мен саған айтамын ба бұндай нәрселер? Сен өйстіп, постоянно өйстіп отырасың да, бір бәле айтсаң, бір бәлені жеткізіп отырасың. Ақерке, микрофонды алсаңыз. Сіз өзіңіз не деп ойлайсыз? Мен вообще бүгін ойлап тұрғаным, мына үшеуі бір үйде тұрып, бір осындай бір план құрып алған сияқты ше. Мен Ақеркеге сөз айтам, сен жертва рөлін ойнайсың, ал сен арамызда мынаның шындығын айтып отырасың деп ше. Мені жынды қылып жатыр да. Хотя мен мына үшеуімен де на то пошло амандаспаймын да, сөйлеспеймін да. Егер солай болса, Нұржанға бұл не үшін керек? Енді былай қарасан, оның сезімі өшкен маған. Ақерке, вообще мені қоспаш. До того даусыңды да естігімге отқан жоқ. Ақерке, менің атымды аузың алмақ қойш. Мен Абылай мен Тимурдың не істеп жүргенін білмеймін. Азанда ұйқыдан тұрсам, Абылай мен оятады, тұр қосылайыққа бар, ұрсайық дейді. Мен білмеймін не әңгіме екенін оны. Сөйтіп оятып жатыр азанда. Бұлар не ойлап жүрген мен білмеймін. Маған не керек бұны? Именно сен бар Абылаймен таныс, мен Ақеркемен таныс. Маған не керек ол? Сәл ойланып сөйлеш, сөйлейтін кезде Ақерке. Сөйлемеш бол. Нұржан, сен мына жерде нағыз сен бір өсекші сияқтысың. Егерде сен на екі ұлға ренжулі болсан, ашуынды менен алма, мен саған ештеңе істеген жоқпын. Айтады да өзі біледі ғой Нұржан. Жігіттер, сабырға келейік. Өзі біледі, не Ақерке, өзіңіз жауап беріңіз. Неге олай ойлайсыз? Енді Нұржан күйініп кетіп жатыр ғой, мен жоқпын ол жерде деп. Себебі... Нұржан, естідік, басылыңыз. Себебі Бауса ханым, негізде ол мысалыға маған көп адам жазып жатыр да, Нұржан сені қызғанып жүр, сені жақсы көреді, мүмкін қосыласыңдар деген сияқты. Бірақ мен қасында жүрмін ғой, мен қыз баласы болғандықтан сеземін, оның маған деген махаббаты жоқ. Ол өшіп қалған. Просто білмеймін, андай темаға кіре алмай жүрма деп мен өзім просто ойлап қалдым. Себебі кешеден бері екеуі де енді мені бір осы жерде де бүкіл адам қу түлкі деп жатыр ғой. Хотя сыртта да көруге болады, екеуіне де үміт беріп жүрген жоқпын мен. Мен негізінде өз үміткерімді күтіп жүрген адаммын. Просто екеуі ойластырып жатқан сияқты да, себебі қанша күн болды осы тема шыға береді. Абылай сөйлесе, Нұржан сөйледі, Нұржан сөйлесе, Абылай сөйледі. И ортасында мен кінәлі болып қаламын. Ақерке, мен Нұржанды қозғамаймын ғой әңгіме, вообще қозғамаймын. Нұржан просто көре алмай ма, сондайлығы бар, қызғанады да. Жоқ, сен Абылай түсінбеймін, неге бір үйде тұрасыңдар да, бір тамақ жейсіңдер, бірақ мына жерде келіп андай бар, Нұржанға Давид ете бересіңдер, ондайларың бар. Неге бұндай нәрсені үйде шешіп алмайсыңдар? Сендер білесіңдер ғой бұл нәрсені Нұржанға ұнамайтыны, Нұржанның сезімі бар екен, болған екен. Сен тұрасыңдар да олай айтып керек емес, ортақ келген кезде бірден екен. Ақеркені қолдап та керек емес бұл жерде. Егер сезім бар ма, бар деп айт, жоқ па, жоқ деп айт. Сен білесің ол нәрсе ұнамайды, сен ұнамаған сайын, одан сайын баса бересің, ана жараның аузын одан сайын тырмалай бересің. Керек емес қой ондай дүние. Жәкежан, мен бір бәле дедім ба бұған? Сен алдында бір сөзім бар, бір үйде қалай тұрып жатсыңдар, бұдан кейін Нұржан көшіп кетті дедің ғой мысалы. Оның алдыңғы эфирде, мен жоқ, соңғы эфирде Нұржанды айтып қалған бір сөз бар еді, сол кеше айта алмай қалдым негізінде. Бір есекке тең еді да, меніңше енді жарайды, сондай болып қалыпты қал жоқ кезімізде.
Ал есеп білмегенде есек дейді да, осы жасына дейін жүр ғой әлі де мысалға. Ана жаққа жүгіреді, мына жаққа жүгіреді, мен еш нәрсе істей алмаймын, маған жұмыс болса бір қара жұмыс бар ма деп менен сұрап жүрді мысалға. Бір үйде тоқта. Керек емес сияқты, ол ешкімнен ешке жұмыс сұраған емес. Джонни, бір үйде сонда екі есек тұрып жатырмыз ба деймін да, бұған жөндеп сөйлеу керек еді, 10 бәленің бірі тілден негізінде. Дұрыс сөйлесін өзі де. Бола ма? Сіздер негізі бар ғой, эфирде отқандарыңыз ұмытпасаңыздар, қаяқтағы есек, қаяқтағы жануар. Достар, бұл жерде серьезно тақырып болып жатыр да, жаңа Ақеркенің өзі де айтып жатыр ғой енді. Бұл екеуі келісіп алған сияқты депші. Ал мен былай ойлап отырмын. Ақерке мен Абылай келісіп алған сияқты осы. Бұларға Нұржанның осылай шырылдағаны ұнайды ма? Әдейі осы біз екеуміздің әңгімеміз шықса, Нұржан жынданады. Нұржанның жынданғаны бұларға керек па? Мен түсінбедім да. Потому что каждый эфир шығады, Ақерке стоп қоймайды, Абылайға ол ұнайды. Ал соңында кім жаман болады? Анау қызыл кеңірдек болып отқан Нұржан жаман болады да. Просто достар, істейтін кезде өздеріңіздің істеріңізді ойланып жасасаңыздар, сыртқа шығып жатыр ғой өз өтіріктерің. Шерхан, мен ойланатындай біз не істеп жатырмыз? Қандай бір тема көріп тұрсың ба? Жоқ, Абылай, сен айттың ғой алдында, тойдан кейін маған звондап айтқан жоқсың ба? Ақеркеге мен 8 рет звондадым, неге көтермей жатыр екен? Сен тойда болмай қалдың, айтасың келіп алып, Ақеркеме ештеңе жоқ деп. Сол 8 звонок неге звондадың? Айқайлап, қызыл кеңірдек болып мен де көрдім, болмайды екен ондай Ақерке не әңгіме үшін звондап жүрсің? Қыздар, жігіттер, тыңдап. Негізі айта кетейінші, негізі бұл әңгімен Нұржан, сөзіңізді бөлейін, бізде дәл қазір жарнамадан кейін нақты білеміз, шын мәнісінде ойластырып алған дүние бар ма, жоқ па? Ақерке мен ол Абылай хан ба, немесе Абылай хан мен өзге жігіттер ме? Не байланыстырады, барлықтарын бірге білетін боламыз жарнамадан кейін. Құрметті көрермен, жарнамадан оралдық, шымылдық әзірге жабық, және жігіттер, сіздерге бір ауыз ескертуім бар. Бір-бірлеріңізді өтініш түсірмесеңіздер. Жаңағы жеке дара ер азамат болғаннан кейін мал табу сіздердің басты парыздарыңыз, жұмыстарыңыз, және соған байланысты бір-бірлеріңізге жайлы жалғыз бұл тақырыпта емес, өзге де ситуацияларда сіздер бір-бірлеріңіздің жанды жерлеріңіз екенін білесіздер соны. Және тиісіп айтып кетіп жатасыздар. Абылай хан, ол сізге көрік бермейді. Сондықтан өтініш жігіттер бір-бірлеріңізді түсірмеңіздер, және Нұржанға байланысты қаншама рет мен дәл осы біреудің қалтасы, ол біреудің шаруасы. Жарайды, балжыған ешқайсыңыздың қаншалықты қаражат тауып жатыр, басқа дегенде шаруаларыңыз болмасын, өтініш. Жарайды, енді ер азаматтық деп жатсыз ғой, Ақерке, сізге де ескерту, өтініш айтыла беріңіз. бұл жерде мен Абылайға да ешкімге ренішім жоқ ше. Енді қосылайық жобасына рахмет деймін да, осы сыртта нормально сөйлеп жүріп, ішке келіп қандай адамның өзгеріп маскасын шешіп беріп жатқанына да мен басқа ешкімге емес, мен тек Ақеркеге айтқым келеді. Ақерке, өтініш кезінде бір кездер сенің таңдауың болдым. Менен басқа ер азамат жоқ болды ғой сен үшін. Сол кездегі кішкентай ғана сыйластық болса, егер каждый әңгімеге қоса бермеш, үшеулерің дедің, кешегің анау Абылай істей алмаған нәрсені, сен істей алмаған нәрсені Абылай істегеннен кейін шіңкүйіп жатыр ма? Сенің бір үлкен өтініш осы. Бұдан кейін сен шықсаң да, Абылай шықса, мен шықса да, мендік тарапыма қарай ешқандай пікір айтпай қойшы, өтініш. Кәдімгі үлкен өтінішпен бір жек көрінішілікпен айқаймен емес, өтініш деп қабылдаш, болды. Болса ханым, айтып кетейінші, кеше негізінде мен аузымнан шықпаған еді де, Нұржан деп айтқан жоқпын да, Абылай деп айтқан жоқпын. Сен өзің тиісіп кеткен болатынсың, мен сенің қасындағы жігіттерді жағалап жүрмін. Жарайды, кешірім сұраймын. Менің ата-анам жоқ па сонда? Жарайды, кешірім сұраймын. Маған айтпайды ма, ол ауыр тимей ма? Ауыр тиеді. Бірінші, сен маған айтасың ба, өзіне қарап ал. Хорошо. Сен вообще араласпайтын адамсың мен арақатынасына. Кіммен жүрем, кіммен сөйлесем? Сен Аружанмен жүрген кезде мен саған бір нәрсе айттым ба? Дұрыс, өзің білесің бұдан кейін. Мен енді дәл осы уақыттан бастап оған дейін жасағандарым, оған дейін айтқандарым үшін кешірім сұраймын. Дәл осы жетті, дәл осы уақыттан бастап мен саған адамшылыққа салып өтініш жасап алдым. Өтініш. Бұдан кейін мен қазір де жауап бермей-ақ қойсаң да болады. Мүлдем қоспай-ақ қойшы, әңгімеге де басқаға да кішкене ғана сыйластығың қалса егер. Ал егер ол нәрсені қаламайым, анау айт деген, мынау айт деген деп айта берем дейтін болсаң, айта бер. Бұл бір бітпейтін дау болды. Енді бірақ Ақеркеге байланысты, білмеймін, ол менің көзқарасым. Сізге тиісіп қалуы, айтып қалуы дегеннің барлығы бір әлі де
сізді жек көргеннен емес, әлі де бір ойы бар болғандықтан да адам жаныңызға тиіп кеткісі келеді. Бәлкім сондай сөздерді сол бір ойдан айтатын шығар. Балауыз ағам, түсінем. Иә, сезім бар. Ода да бар, менде де бар, әлде де бар, мойындаймын оны. Бірақ осындай кішкене тиіп кету, ер азаматтылық құндылығыңды, намысыңды жерге таптау, жаймен адам суыта береді да. Ертең үлкен ренішке айналып кетуі мүмкін. Сол үшін сыйластығымыз осы жерде әдем болып қалу үшін сол өтініш жасап отырмын. Жақсы. Абылайхан. Мен сұрағым бар еді. Иә, қоя қойыңыз. Абылайхан, үйде қанша ағайындысыздар? Негізі жалпы вообще танысуға дайынсыз ба? Дайын емес сияқтысыз. Әсия, әрине дайынмын. Үйде 3 қыз. Дайын болсаңыз, мүмкін шымылдықты ашарымыз, содан кейін үйіңізде неше адам бар екенін бәрін айтып бересіз. Шымылдық ашылсын. Жанымды тербешін, need you baby, қасымнан кетпешін, love you baby, сөзіме тексеңші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, бұшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Жақсы. Шымылдық ашылды. Абылайхан, әсеріңіз? Жақсы. Жаңа айттыңыз ғой, реакциямды көресіздер. Вау болады дегенге келтірдіңіз. Жоқ, енді жақсы, просто сырласудан кейін дегенім ғой. Әлі танымаймын ғой бұл кісіні деп. Жақсы. Жоқ, әдемі, жақсы қыз. Неге өйтіп ой деп атсыңдар? Сосын жаңағы немді айта салайын, сіздің сұрағыңыз Сіз әдемісіз. Сұрағыма жауап бересің, кімге әдемі деп отырсыз? Ортадағы қызға айтып жатқан. Айжанға ма? Иә. Айжан қазір бытшын шығарайын деп отырмын ғой мен жерде қазір. Мынандай болып тұр да, сізге жауап бере салайын. Үйде 3 қыз, бір ұлымыз, 2 әпкем бар, бір қарындасым бар. Мен жалғыз ұлмын үйде. Әке-шешеммен бірге тұрамын. Әке-шешемді өмір бақи бағам. Менімен тұрам деген қызды алақанымда ұстаймын. Болды. Сосын мына жерде жаңағы 30-дағы шалдар деп жатыр ғой. Бека, мен саған айтайын. Әдемі қартая білу керек. Сенің бұлай жүргеніңді, сен өзіңді, Бека, сен тыңдасашы бірінші. Аласың микрофонды, асықпа. Мен Құдайға шүкір, енді оны шүкір дегенде, сен құсап мына жаққа столовыйда жұмыс істеп келген жоқпын. Мен реально үйленуге келдім. Бизнесімді істеп, жұмысымды жасап, өшір жағдайым жасап, реально үйленуге келдім. Маған көп адам жазады. Маған көп адам жазады. Неге бұл қосылайық жобасына действительно ақшасы жоқтар келеді дейді да, үйленуге дайын емес, той жасай алмайды дейді да, мысалға. Реально той жасай алатындар тойын жасап, үйленіп кетіп жатыр осы жерде. Мен де сендерге сөз берем, осы жерде қалай өз жолымды табам, осы жерде үйленіп, тойым жасап, бет ашарым жасап, осы жерден үйленіп кетемін. Жарайды. Бұл жерде тойын жасамағандар немесе тойын жасауға мүмкіндігі болмағандар дегенді білдірмейді. Әркім өзінің махаббаты қашан келді, сол кезде үйленіп жатыр. Немесе үйленіп кеткендердің барлығы қалтасы қалың жандар дегенді білдірмейді. Ол емес мәселе. Мен просто естіп жатырмын да, кездесуге мысалға тиын таппай жатады, сұрап жатады деген сияқты. Сол кезде мен ойлаймын да, просто бауырсаған. Абылайхан, менің ойымша сіздің өзіңіз үшін дәл сол материалдық құндылық өте маңызды. Сондықтан да сіз көп адамнан сол нәрсені көре бересіз. Иә, ол маңызды қазір заманда. Жаңа ғана ескертіп айтқанмын. Қажеті жоқ. Енді жарайды, Бекай, бір минут. Одан кейін Айжанды айтып жатыр ғой, кімге қосыпшы, Ақеркеге қосып, звондады деп. Мақұл звондаған шығармын. Осы жерде бәрің бір-біріне звондайсыңдар ғой негізінде. Бірақ Айжанның өзі туралы да бір айтайыншы. Осы сен ғой маған звондап, Абылай, екеуміз мүмкін көрерміз, жұп болармыз, сөйлесейік деп. Өзің айттың емес па маған негізінде? Жоқ, болды, Балазаға. Абылайхан. Ол артық әңгіменің қажеті жоқ. Бұл жерде мен де артық әңгіме айтты, Тимурмен ақылдасты деген сияқты әңгімелерді қажет жоқ та болса. Сіз өзіңізді түсіп қалғандай сезіндіңіз де адамға шабуыл жасап жатсыз. Мен де шамыма тиіп жатыр да болса. Сырласуға барасыз ба? Әрине барам. Жақсы шығар солай істерді.